Рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Мені не өліп кетті? Рахман чық деп атады. Қара сұлуға ұқсайды. Тура айтады, мен дағы сені қалабай тұрамын. Неге? Жоқ, құттықтап келгенің білу... Я. Генерал? Al sizge general. А siz bilesiz mi men için kim ekenin? Oğuzum barbaydı. Так. Рахмат деймін да, ошо елге көрініп қойдым, құттықтағаны келді, ниеті жақсы, пейілі жақсы, ичі, құрсағы, төші бары жақсы, но только сөзі жаман. Мен сенің айыңан 1,5 жыл концертке қойып сахнаға шыға албай жүрдім да. Рахмат, кетіп қаласың бі, ә? Қойым атаң келгеннен сөйлеп қойым. Жөнелі қойчам, рахмат, кетіп қалшы. Итті деле кеттесі кетіп қалады қойым. Ушында қан босын Абдулдем, атаң келгеннен сөйлеп қойым. Егерде азыр Рахман қандай сөз сөйлейді, мен аны білбейм. Егерде кимдир бирөөлөр камераға тартып башка кылып аткан болсоңор, Рахмандын сөзүнө мен жооп бербейм. Саламатсыздар бе? Майрамыңыздар менен. Күлкү кечеси өзүнүн сапарын улай берет. Гүл көмүрдү мүлкү деп кыргыздар бекер айткан эмес да. Абдулда досумдун 35 жылдык сахнадагы юбилейине келип бияктан карап туруп, Абдулданын ырдап атканын көрүп, өзүм ойлонуп калдым да. Эгер Абдулда мындай ырдай берсе, жакында Атамбай экөө дуэт ырдайт окшойт депчи. Микрофон кошуп койчу каны кичине. Мына микрофон. Так, мына жакшы экен. Өзүм тамагым оорубаса, тигинсе иштебейт экен. Мен бүгүн саясатты сүйлөбөйүн дедим. Андай кылайын десем, башка эч бала билбейт экенмин. Эми бүгүн саясат деген бул кандай болуп калды? Бардыгыбыздын эртеден кечке сүйлөгөнүбүз ошол болуп калды да. Көчөдө, автобуста, маршрутта, таксиде, үйдө бүт бар жокта да. Ансыз болбой калды. Себеби дегенде биз ошондой демократиялуу сөз эркиндигин кепил кылган мамлекетте жашайбыз. Оюбузду ачык айтканга укугубуз бар. Мына ошондой мамлекетте жашап аткандан кийин биз сөзсүз сүйлөйбүз, сүйлөбөсөк болбойт экен да. Мына президенттерди мен жакшы көрөм өзүчө. Аябай жакшы көрөм. Бийликти сыйлайм. Мен ошолор айткан нерсени кылганга, мизамга моюн сунганга аракет кылам. Бирок алар өздөрүнүн айткандарын кылбай кууратат да ошол. Сөзүнө турбайт, анан мен айтам анан кийинчи. Мына азыркы президентибиз өткөндө шайлоодо теледебатка чыкканда Бабанов менен сүйлөп атып айтты. Аны силер да уккансыңар да. Менин чөнтөгүмдө 35 коррупционердин тизмеси бар деди. Айтты? Ошонун башында сен турасың деди да. Мен президент болуп калсам, сенен баштайм деди эле, тиги чындап эле коррупционер экен, качып кетти. Азыр жок, азырчы. Эми калган 34тасын айтпай атат да ким экенин. Мен ойлоп атам, тизмесин жоготуп алганбы? Же баягы аялы шымын жууп атканда чөнтөгүндөн кошо жууп бергенби? Деп атсам, кече жакында бир депутатыбыз бар эле, Жогорку Кеңештин депутаты Казакстанга барып колго түшүп калды. Экинчисин дагы таптык, мына экөөнү таптык. Биздин парламент кат жазып Казакстандын парламентине, биздин депутатты кайтып бергиле. Алып кетебиз сотко чейин деди эле. Казакстандын парламенти айтты, берейлик. Бирок келип алып кеткиле өзүңөр депутаттар. Десе, эч ким мына айтмыш да. Неге барбайсыңар десе, жок, барсак камап коет дегич.
президентибиз коррупцияга каршы күрөштү баштады эле, казактар жардам берип атат окшойт азырчы. Мына ушундай кызыктай мамлекеттебиз. Эми парламент жөнүндө 120 кой деп интермедиа жаздым элем, ал аябай ызы чуу болду, көзүңөр көрдүңөр. Эми парламентте отурган депутаттардын бардыгын айткам жок, кээ бир чын жүрөктөн иштегендери бар, мамлекет үчүн иштегендери бар, таза иштегендери толтура, бирок башкалары дагы толтура да. Шайлоонун астында мынтип айткан бир партиячы, биз эле парламент барып калсак, коомдун ичиндеги бир дагы мамлекеттин мүлкүн уурдаган бандиттер, уурулар коомдон тазаланат деген. Шайлоо бүткөндөн кийин карасам, коом таптаза болуп калыптыр. Бардыгы парламентке кирип кетип калыптыр. Мен ушуну айттым элем, муну азыр далил катары бүгүн Казакстанда отурабыз. 120 деген сөз кандайдыр бир мындай неме болуп калды да, бир мындай билбем кандай болуп калды билем. Өткөн жылы Аксыда чагылган түшүп 120 кой өлдү да. Неге 120 бир эмес? Же ол чагылган башка жака жөнөтүлсө керек, адашып кетип Аксыга түшүп калганбы кыскасы? Ушуну болот да. Мен өткөндө Кытайдан чегарадан чыгып келсем, Эркештамда 2 чоң КАМАЗда эшектер жүктөлүп туруптур да. Кытайга кирген экен, документи туура эмес болуп, кайта чыгарып коюптур. Канча эшек десем 120 дейт. Силер туура айтып атасыңар, десем мына документ ака 120 да 60тадан жүктөгөн экен, өтпөй калды, бияка кайтып келдик де. Мен айттым, силер ошону тактап койсоңор, эртеге мен барып айтсам дагы таарынышат мага, Рахмат ака ушундай деп атат деп. Кандайдыр бир сам ушуну кыскарсак буда бир 60га, 50ге өтүп турабы? Ошондо туура болчуга окшоп атат да. Келиңиздер эми бул өзүбүздүн кемчилдикти сындаган элдин гана келечеги бар дейт. Биз ошону айтабыз, сатира менен айтам. Анан болбогонду ыр менен жазам. Кече Москвага барып, ошол жакта жүргөн 1 миллион балдар кыздарыбыз менен жолугуп келдим, концерт берип. Ошол жакта жүрсөм, жана бир депутатыбыз мындай кепканы басып кийип, уялып, мындай жөө баскандарды көрөм деди го. Мен да силерди көрүп жаман уялдым, жөө келип атканыңарды көрүпчү бая. Анан ошону угуп алып, мигранттардын атынан ошол депутатка жооп жаздым. Бул ушул уялбайм деп койдум. Эртең 8 мартта коюла турган концертте ошол мен уялбайм деген жаңы концертти жазып атам, келип көрсөңүздөр болот. Антип ошол мигранттардын атынан депутатка жазылган ыр. Депутаттар уялса жөө баскандан, мен уялбайм жол шыпырып жаткандан. Кече сен да эл ичинде жүргөнсүң, же мандатчан түштүң беле асмандан. Уялгыла кылмыш ишин жапкандар, уялгыла мөңгүлөрдү саткандар. Уялсаңар эл ичинде баскандан, уялгыла мөңгүлөрдү саткандан. Уялгыла атка минген жакшылар, уялганда сокур көздөн жаш чыгар. Сен уялсаң эл ичинде баскандан, уруп кетер элге берген антыңар. Мизам десең мыйыгынан күлүшүп, миллиардтарды алганалар менчиктеп, миллион бала тентип кетип мага окшоп, ата-энелер мелтирешет жертиктеп. Сагынганда мен силерди алыстан, ыйлап алам көз жашымды арчыбай, улуу балам чоңойгондур бой жетип, же калдыбы азыр мени тааныбай. Туугандарга акыретке жөнөгөн, кечиргиле сала албасам топурак. Жогорку окуу жайым бүткөн балаңар жол боюнда жол шыпырып отурат. Рахмат. Мына ушундай көйгөйлөрдөн турган бул менин колумдагы мен 3-чү китебим Көөдөн кыйкырыгы деп аталат. Бул элдин кыйкырыгы деп ойлойт элем.
200 куплеттен тұрған дастан, мен бір-екі куплетін сіздерге оқып берейін, қабыл алып қойсаңыздар. Көден қиқырығы. Бары біліп айтпай жүрген сыр қылып, мен сілерге айтам дастан ырғылып. Жамғыр болып төгілбесем бүгін мен, жүдеп тұрам жүректен жаш қылғырып, ұзын түнде ұйқы бербей қиынаған, бұл көденден жарып шыққан қиқырық. Ызы чудан чаң көтерген құйындай, балким қалар мен үнінім ұғылбай, ақыл қалчап азаматтар ұққыла, ақилашып ажолуқа жұлынбай, қыл чайнашып, қырғым башқа түссе да, келген дайым сөз шынынан бұзылбай. Айтылған сөз чептей болып сызылған, сөзге сынған чапқан чөптей қиылған, сөз асылы көзі өтіп мезгілде қылымдардың қиырынан ұғылған. Көрелек мен, уғелек мен біреуінің айтқан сөзін мойнын алып жығылған. Сөз берілет, жетіші мандатқа, сөз сүйлене сойқыланып арбашқа, сөз атасы бір өлбестен мин өліп, сөздер қалат атқарылбай ар жақта. Сөз берметі аралашып бұлғанып, сөз сасыған құрал болды қармашта. Батыр болып өз-өзін чоқол құрап, баш мизамға түкіргендір ол тұрады. Байқұш елдің көз жашынан чоғылтқан, байлықтарды чөнтөктерге толтырады. Қиындарың қачан есін жият деп, қиынаған бір жүрегімді ойтырады. Қағалағанда ызы чуыны башташат, қағалағандай ел тағдырын қалчашат, жерді бөліп түндік менен түштікі екі жақа елші болып қатташат. Қарапайым ел айланып құралға, қайсы бірін ерчи біздеп башқатады. Жетет толды чыдам сабыр шөйчөгү, жер көз қылып тепседіңер өлкөмі, оомат кетіп таштандыға айланып, өчкөн бүгін алатоомдың көркөмі. Баштағыдай нұрын чачпай бозорот, байқап көрчү жылдыздарды көктөгү. Диндин келіп ағымдары қайдағы, қырғыз азыр, қырғыз емес баштағы. Мечит емес чиркөөлөрдөн чоқынтып, бір топторун динсиз қылып таштады. Ишенімді ичибизден жоғотып, имандым бүт чығып жатат майқаны. Рахмат. Мен бұл кітепте астында отырған бір көрушіге белеке берейін. Егер кімде-кім мен шығармаларым оқыса, бияқтан сатып алса олат барып, кітепті кеше бір көруші айтмақшы, 10 куплеттеле мен бүтін Қырғызстандың тағдырын бүгінгі күнін оқытым Рахман ака. 190 куплетінде не бар дейді. 190 куплетінде бары бар, шешілбей атқан шекері бар, ұшып кеткен Батукаев бар, четтен алған қарыз бар, Құмтөр бар, қысқасы бардығы бар үшін ішіндече. 200 сом десем, кәмі жоқ бі дейді, кәмі жоқ дедім, болғаны шында. Қарасулық мен нүкелерім болса керек, ұшы сразу. Өткенде біреуге бекер беремсем, кәмі жоқ бі дейді, тоға қылдым мен. Сол үшін, келдіңіздер мұна кішіне